Қайырлы күн, құрметті достар. Мемлекеттік тілдегі кітапханада 1 желтоқсан Тұңғыш Президент күніне орай ұйымдастырылған Елбасы-ел тірегі атты тарих сабағымызды ұсынамыз. Барлық қазақстандықтарды Президент күнімен құттықтаймыз. 1 желтоқсан Қазақстан Тұңғыш Президент күні 1991 жылғы бүкіл халықты сайлау нәтижесінде еліміз өзінің тұңғыш президентін сайлады. Осы күннен тәуелсіздік тарихы басталды. 2011 жылғы 14 желтоқсанда мемлекет басшысы Қазақстан Республикасындағы мерекелер туралы, Қазақстан Республикасы заңына толықтырулар енгізу туралы Қазақстан Республикасының заңына қол қойды. Онда 1 желтоқсанда аталып өтілетін жаңа мемлекеттік мереке Қазақстан Республикасының Тұңғыш Президент күніне белгілеу көзделген болатын. Қазақстан Республикасы Президентінің төс белгісі штандарт Президенті Республика Қазақстан орден алтын қыран, Қазақстан Республикасының Президенті мемлекетінің жоғарғы лауазымды тұлғасы ретінде дербес рәміздер мен айырылым белгілерін иеленеді. Соның бірі Қазақстан Республикасы Президентінің төс белгісі. Ол шапақтары 8 қырлы нысанды құрайтын көп сәулелі жұлдыздан тұрады. Жұлдыздың ортасында алтын әріптермен Қазақстан президенті деп айналдыра жазылған медаль 10 бар. Белгі Қазақстанның ел таңбасы түріндегі ілгіш арқылы әрқайсысы қосарлы кішкене шынжыр арқылы біріктірілген 20 бунақтан тұратын алқаға жалғасады. Жалғасқан бунақтар көгіл түсті емальмен көмкерілген жиегі ақ түсті, ортасында алтын шаңырақ бейнеленген 3 бұрышты элементтер. Қазақстан Республикасының президенті төс белгіні ұлықтау рәсімінде, мемлекеттік мерекелерде, әскери парад өткізу және шет мемлекеттердің ресми тұлғаларын қабылдау кезінде тағады. Президент белгінің тағы бір рәмізі оның дербес жалауы, президент байрағы. Қазақстан тарихында тұңғыш рет мемлекет басшысының байрағы 1995 жылдан қолданыла бастады. Республика президентінің төс белгісі сияқты ол да мемлекеттің жоғарғы лауазымды тұлғасының ресми айырымы белгісі болып саналады. Президент байрағы мемлекет басшысының резиденциясына, сондай-ақ Қазақстан президентінің көліктеріне орнатылады. Ардақты ұлын ұлықтаған ұлағатты ұлтымыз айнымас басшысының еңбегін жоғары бағалады. Қазақстан Республикасының қайта қабылданған конституциялық заң негізінде 2010 жылғы 15 маусымда Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Назарбаевқа елбасы ұлт көшбасшысы мәртебесі берілді. Жас өспірім шағы Нұрсұлтан тек өз сыныбында ғана емес, мектептегі ең үздік оқушылардың бірі болды. Әсіресе аңыздар мен бабалардың наны мен сенімдері туралы үлкендер айтатын әңгімелерді ықыласпен оқитын. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың бозбала шағы 19 жастағы Нұрсұлтанның ақиқ арманы жетегімен металлургтер қаласы саналатын Теміртауға келуімен басталады. Тәуекелге бас тігіп Үшқоңырдың жасыл жайлауынан Теміртаудағы комбинаттың қоймалжың балшығына түскен жас жігіт аянбай еңбектенеді. Қазақстанды 21 ғасырда дамыған елдермен теңестіріп, өркениетті әлемнен мәртебелі орын алуына ықпал етер бірден бір құдірет, білімді ұрпақ. Кітапхана қорымыздағы кітаптардан тұңғыш президентіміздің кітаптары ұсынылады. Сапарларда өтеді. Әр жолы әуе кемесі шырқау биікке самғап шыққан сайын аспанға көз тігуді ұнатам. Зеңгір көк әрқашан менің бала кезімде көрген қалпында, сәбидің жанындай таза, жігіттің арманындай асқақ, бабалар өсиетіндей мәңгілік. Аспан бізге ел сенімін ақтап, туған отанымызға қалтқысыз қызмет етуге үйретеді. Иә, менің балалық шағымның аспаны тура осындай.